Алла ақиқатты жеткізіп құлдарының жүрегіне иман нұрын ұялату үшін масаны, тіпті одан да кіші немесе үлкен жаратылысты мысал етіп беруді ар көрмейді. Иман келтіргендер осы мысалдың хикметін түсінгендіктен оны рабыларынан жеткен ақиқат деп біледі. Ал кәпірлер болса, алла бұл мысалмен не айтпақшы һәм не істемекші деседі. Алла онымен тайларды адастырып, талайларды тура жолға салады. Негізі, алла сол мысал арқылы өзіне қарсы келіп асы болған азғын күнәһарларды ғана тура жолдан тайдыруда. Ол азғындар аллаға иман келтіріп, пайғамбарға толық бойсынуға қатысты аллаға берген уәдесінде тұрмай, сертін бұзады. Сонымен қоса, алла бұйырған достық қарым-қатынастарды үзіп, азғындыққа бастап, жер бетінде бүлік шығарып, бұзғыншылық жасайды. Екі дүниеде де зардап шегетіндер міне солар. Мәй кәпірлер, аллаға қалай сенбейсіңдер? Әуелде жансыз едіңдер, ол сендерге жан бітіріп, өмір сыйлады. Кейін ажалдарын келгенде сендерді өлтіреді де, содан соң қайтадан тірілтеді. Содан кейін жауапқа тартылу үшін түгелде оның дәргейіне қайтарыласыңдар. Ол жердегі, яғни жердің асты үстіндегі бүкіл нәрсені сендер үшін жаратты. Содан соң шексіз ілімін, қалауы мен құдіретін көкке бағыттап, оны 7 қабат аспан етіп мінсіз жүйеге келтірді. Ол барлық нәрсені білуші. Кезінде Раббың періштелерге, мен жер бетінде үкім жүргізетін халифа жаратамын дегенде, періштелер таңырқап, сонда жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасайтын және нақақтан нақақ қан төгетін біреуді жаратасың ба? Біз бір өзіңе үздіксіз мадақ һәм шүкіршілік айтып, мінсіз кемшілік атаулыдан ада хам ұлы екеніңді жар салып, бір өзіңді ұлықтаудамыз ғой деді. Сонда алла оларға: расында, мен сендер білмейтін қаншама жайттың қыр-сыр мен хикметін білемін деді.